Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын саңызды дайындаймыз. Өте ерекше болып шығады. Дастарханыңызға сән береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Толық құрамы мен мөлшерін әдеттегідей видеоның астына қалдырамын. Бізге бір сарымсақ керек. Мен үлкендеу болғандықтан жарты сарымсақ алып, турап, ыдысымызға салып, бетінен асатындай қылып су құямыз. Отымызды қосып, біраз қайнатып аламыз. Суымызды кішкене суығаннан кейін сүземіз. Біз бір кесе қып алдық. Сұйық майды жарты кесе қып аламыз. Алдымен суымызды, одан кейін жарты кесе сұйық майды, бір жұмыртқа, жарты шай қасық тұз салып, барлығын араластырамыз. Енді мен әртүрлі түс қылып жасау үшін 3 ыдысқа бөліп құйып аламын. Бұл міндетті емес, мен әдемілік үшін осылай жасап жатырмын. Біріншісіне жасыл түс қосамын. Араластырамыз. Екіншісіне мен қызыл түс қостым. Сіздер барлығын краситель қоспай жасауға болады. Бұл тек әдемілік үшін. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізе отырып, ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Қаттылау қылып қамыр илейміз. Енді жасыл түске де осылай ұнды електен өткізіп, қамыр илеп аламын. Мінекей қамырымыз осындай болып шығу керек. Енді үшінші қызыл түсімізге де осы дәл солай етіп қамыр илейміз. Әбден иі қанғанша илейміз. Үшеуін де осылай жақсылап илеп аламыз. Бетін жауып, тындырып қоямыз. Бір 5 минуттай тындырып алдым. Енді бөліктерге бөліп аламыз. Мен барлығын 150 грамм болатындай етіп бөліп алдым. Сіздер осы рецептпен 2 есе қылып жасасаңыздар, бұдан да көбірек болып шығады. Барлығын осылай домалақтап, кішкене тындырып аламыз. Енді сұйық май жаға отырып, осылай барлығының ортасын осылай қолымызбен осылай тесіп шығамыз. 5 минут тындырып алдық тағы да. Енді видеода көріп отырғандарыңыздай осылай қолымызбен созып шығамыз. Қамырымыз жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Міндетті түрде тындырып алыңыздар. Осы рецеппен жасайсаңыздар, осылай үзілмейтін әдемі қамыр шығады. Барлығына май жаға отырып, осылай тізіп шығамыз.
6-7 минуттай тұрса жеткілікті. Шетінен осылай жайып аламыз. Қамырымыз тынған, өзінің бабында, мінекей үзілмейді. Созуға өте ыңғайлы. Енді осылай жұқалау етіп жайып шығамыз. Жіңішке етіп жаямыз. Осы аралықта біз майымызды қыздырып қоямыз. Бұл тексерілген сенімді рецепт, жасап көріңіздер. Осылай барлығын бір келкі қылып созуға тырысыңыздар. Енді шетінен осылай қолымызға жинап аламыз. Енді бізге ағаш таяқшалар керек болады. Менде осындай жіңішке ағаш таяқша болғандықтан 2-ден алдым. Сіздер қалыңдау ағаш таяқша болса, біреуі де жеткілікті болады. Екі жағына мен осылай 2-ден ұстадым. Енді бірінші бір жағын осылай майға кішкене көтерілгенше осылай ұстаймыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін. Енді екінші жағын ортасын кішкене осылай көтерілгенше ұстап аламыз да, өзі таяқшамыздан тез ажырайтын болады. Қызып тұрған майда осылай пісіреміз. Өте тез піседі. Екінші бетіне аударамыз. Неке пісіп шықты. Тағы бір түрін көрсетейін. Қолмен осылай созсаңыз да жұмыс істеуге ыңғайлы болып тұр қамырымыз. Қолымызбен кішкене осылай жайып жібереміз біркелкі болу үшін. Енді осылай шетінен жинаймыз қолымызға. Ағаш таяқшамызды осылай екі жағына кіргізіп, кішкене осылай соққылап жібереміз. Майымызға бірінші бір жағын бірден салып жіберуге болмайды, өйткені бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ортасын, келесі бергі шетін осылай майымызға кішкене көтерілгенше ұстаймыз. Ортасын ұстаймыз. Ағаш таяқшамыздан өте тез түсетін болады. Тағы бір түрін пісірген болатынмын. Бірінші бір жағын салдым. Екінші жағын, ортасын, екінші жағын. Видеода барлығы анық көрсетіліп тұр. Майымызды орташа отта ұстаймыз. Өйткені біздің саңзымыз
күтірлік болмай қалады. Орташа отта осылай пісіресіздер. 2 ағаш таяқшамыздан кішкене ұстағаннан кейін өзі тез ажырайды. Екінші бетіне аунатамыз. Өте жылдам піседі. Міндетті түрде аударып қарап тұрыңыздар. Мінекей достар, біздің саңызымыз өте дайын. Көбінесе бұны ұйғырлар жасайды. Бетіне осылай сахарный пудра сепіп қойдым. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетіңіз, лайк басып кетіңіз, комментария жазып кетіңіз. Менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей өте күтірлік, дәмді болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен алда көптеген жаңа рецепттермен бөлісемін. Ас болсын.